Ау ақ қары бар алашың, пана қылған алашым, жақсылығын асырған, талай сырын жасырған, құпиялы Алматы, жұмбағы көп қаласың. Ал айып етпеп, бұйырмасың, айыпқа айналайын ағалар, адайдың қара баласы, халықтың айтсан аласын. Ал қайғысын айтпай, еліңнің алғысын қалай аласың, қайғысын айтпай, жұртыңның қалайша басып жүресің, қазақтың дархан даласын. Ау батыр санайтын бабасын, ақын санайтын дарасын, тура биінде туған жоқ, туғанды биінде иман жоқ, төресі тіке сөйлейтін кешегі текті алашым, бұл күнде қайда барасың? Мен шенеуніктің баласы, оқып жатырса шетелде, министрдің тоқалы, қыдырып жүрсе жетелде, шындықты қайдан табасың? Қара халықтың баласы, арбайдап жүрсе базарда, әділдік бар дегенге қалайша елім нанасың? Оған бір мысал айтайын, өлтіріп тастап ерімді, елең еткізіп елімді. Ал әскерге кеткен ұлынан айырылып қалып, Ақтауда жылатып кетті бір үйдің ақ жаулықты анасын. Аяқтай кеткен ұлдары таяқтан өліп кеп жатса, кім ұстамайды жағасын? Ал өз ажалынан өлді деп уәжін естідік, биліктің өзіне жапқан жаласын. Сонда неге өлмейді өз ажалынан деп қоям, бір министрдің баласы, бір генералдың баласы? Себебі сірә белгілі, ал себебі сірә белгілі. Шенділердің балдары әкім болып жүр біреуі, банкир болып жүр біреуі, ақша билеген санасын. Армия түгіл сол балдар баянкоматтың есігін көрдім екен деп қаласың. Ал ананы қалай жұбатам, ботасынан айырылған, қанатынан қайырылған, жоғалтып алған әпсәтте көзінің ақпен қарасын. Ол байғұсты да түсінем, жанының таппай дауасын. Мемлекетке қалай сенеді, енді қалай сенеді, ажыратып жіберген бала мен ана арасын. Ал үкіметке қалай сенеді, жазалмай жатса жарасын. Отан қорғайтын армия қорғай алмаса баласын. Отырсам шапалағың шатырлар деп, қолын соғып отыр ғой жақындар тек. Шындық сірә жақпайды, көп адамға ойлаймын бұны бәрі мақұлдар деп. Әскердегі былығыңды айта алмасақ, кім бізді айтушы еді ақындар деп. Әлсіз ұрпақ өсірдік неліктен біз, себебі бүлінген тек жатырлар көп. Сырға таққан әлжуаз ұл көбейді, таңдайы ән айтқанда тақылдар тек. Ұлдарың осының бәрін дұрыс бақыламай, билік біздің көп дүниені қатырған жоқ. Мысалы қалаулыммен қосылайық секілді телеарнаңда зақымдар көп. 91 дегенді де тайраңдаттың, тоқтаусалар биліктен батылдар жоқ. Жастарың сондай болмай не болады? Айтатын арамызда ақылдар жоқ. Жастарың сондай болмай не болады? Себебі үлгі алатын азамат боп кешегі Бауыржандай батырлар жоқ, Қасым Аманжоловтай ақындар жоқ. Әскеріңнің әлсіздігі мін осы да, ойлаймын мұны бәрі мақұлдар деп. Дәл қазір ашық-шашық әншілер көп, солар біздің таңымызды атырған жоқ. Кеудесіне орден таққан ерлер емес, құлағына сырға таққан қатындар көп.